Пиццериядағыдай пиццаны дәл осы рецепт бойынша үйде дайындаңыз. Идеальный пицца шығатын болады. Әдемі көтерілген дрожжыны електен өткізілген ұнға салып, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Әжем айтатын, қамыр илеген табағыңда қамыр илегенің білінбейтіндей болса, онда қамыр идеальный болғаны деп. Соны естіп өскен мен әрқашан табағымды дәл осындай етіп қамыр илеймін деп әжеме рахмет айтып, қамырды демалуға жібереміз. Содан кейін бокалға жартыдан сәл көптеу қылып су құйып, үстінен 3 ас қасық томат пастасын салып, жақсылап араластырамыз. Сіздер помидор пайдалансаңыздар да болады. Осылай қызып тұрған майға чеснок салып, 1 минуттай араластырып тұрып қуырамыз, және үстінен суға салынған томат пастасын, орегано, паприка, итальянский травы, тұз салып, 1-2 минуттай қайнатып аламыз. Маңыздысы, ұзақ қайнатпаңыздар, дәмдеуіштердің дәмі ащы болып кетеді. Соус суығанша осылай сыр мен шұжықтарды үккіштен өткіземіз. Егер үккіштен өткізілген шұжық ұнамайтын болса, қолмен турасаңыздар да болады. Әдемі көтерілген қамырды осылай 4 бөлікке бөліп, видеодағыдай қылып жайып аламыз. Мен 4 пицца дайындағандықтан осылай 4 бөлікке бөлдім. Маңызды ескертіп өтетін жайт, пештің градусын максималды қызу деңгейіне қойыңыздар. 250-300 градуста асты үстін қосып, пиццаны 7-8 асып кетсе 9 минутта пісіріп алсаңыздар, пиццаңыз жұмсақ, идеальный, керемет болып шығады. Қорықпаңыздар, жоғары градуста піскендіктен қамыры міндетті түрде пісетін болады. Және оригинал соусты қамырдың үстіне жайып, үстіне начинкасын саламыз. Мен бұл жерде өзім дайындаған домашний шұжықтарды пайдаландым. Егер сіздерде отбасыңызға таза, қолдың, сенімді шұжық дайындағыңыз келсе, рецептісі менің каналымда бар, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Алдағы уақытта Рамазан айы келе жатқандықтан, маған осылай ай пішінінде пицца дайындау идеясы келді. Дайындап көрейін дедім. Енді ерекше, әдемі пицца болып шықты. Алдағы уақытта Рамазан айында ауызашарға отбасыма осылай пицца дайындап беретін боламын. Мен бұл жерде өзімнің үй шұжықтарын пайдаландым, және твердый сыр мен эмир сулугуни пайдаландым. Сіздер моцарелла пайдалансаңыз, пиццаңыз одан да әдемі созылып тұратын керемет пицца болып шығады. Осы рецепт бойынша дайындап, осы айтылған маңызды градус бойынша пісірсеңіз, пиццаңыз керемет, дәмді, әлі жұмсақ, дәл осы видеодағыдай пиццадай болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.